сәлеметсіздер ме? Неврология 2 минутта каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып ацетилхолин туралы айтылатын болады. Ацетилхолин бұл ең алғаш анықталған нейромедиатор болып табылады. Яғни ацетилхолин бұл холиннен және ацетилкофермент Адан тұрады. Ацетилхолинді сақтайтын нейрондарды холинергиялық нейрондар деп атаймыз. Холинергиялық нейрондар бас миында көптеп орналасқан, солардың ең көп орналасқан бөлігі бұл алдыңғы мидың базальды бөлігі, яғни ол жерде орналасқан ядролар бар. Ол ядролар медиальды қалқалық ядро, диагональды жолақ ядросы және базальды ядро. Сонымен қоса, олар ми бағанасында да орналасқан ядроларда көптеп орналасқан. Олар педункулопонтинді ядро, латеродорзальды тегментальды ядролар. Ацетилхолин әсерлесетін яғни әсерлесетін рецепторлардың негізгі екі түрі бар. Олардың бірі ионотропты рецепторларға әсерлеседі, яғни ионотропты рецепторлардағы никотиндік тобына жататын никотиндік ацетилхолиндік рецепторларға әсерлеседі. Себебі никотиндік деп айту себебі ол жерге сонымен қоса никотин де байланысып, ол жерде рецепторды активтендіре алады. Яғни бұл рецептор активтенгеннен кейін келесі нейронда қозу жүреді. Рецепторлар туралы толық мәлімет білгілеріңіз келсе, менің рецептор және лиганд туралы видеомды қарасаңыздар болады. Ацетилхолин әсерлесетін рецепторлардың екінші тобын метаботропты рецепторлар дейміз. Олар мускариндік, ацетилхолиндік рецепторлар деп аталады. Себебі бұл жерлерде әсерлесетін зат мускарин болып табылады. Соған байланысты мускариндік, ацетилхолиндік рецептор деп аталады. Ацетилхолин синапста, яғни артығымен, яғни рецепторлармен әсерлесіп болғаннан кейін артық ацетилхолиндер ацетилхолин эстераза ферментімен ыдыраланады. Ыдырағаннан кезде бұл жерден ацетилхолин ыдырағаннан кейін ацетат және холинге ыдырайды. Яғни холин кейін кері нейронға, яғни пресинапсқа ацетилхолин шыққан нейронға қарай тасымалданып, ол қайтадан ацетилхолин синтездеуге жұмсалады. Ацетилхолиннің мидағы қызметтері өте көп. Солардың негізгілері бұл нерв бұлшықеттік қосылыстардан негізгі нейромедиатор рөлін атқарып, бұлшықеттің жиырылуына жауап береді. Сонымен қоса, вегетативті жүйке жүйесінде негізгі нейромедиаторлардың бірі және де мида есте сақтау, қозу, назар аудару сияқты функцияларда негізгі рөл атқарады.